Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, үй жағдайында бар духовкаңызда әзірленетін шашлык әзірлейтін боламыз. Кешкі асқа дәл осындай тағамды жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен ет қажет болады. Мен осындай жылқының етін және де қойдың құйрық майын алып пайдаландым. Мен алдын ала етті 6 сағат бұрын маринадтап қойған болатынмын. Сонда дәмі жақсы сіңіп тұрады. Бізге маринадымыз үшін бір бас пиязымызды және дәміне қарай тұз бұрышымызды және шашлыкқа арналған приправа қосып алдын ала маринадтап қоямыз. Және шашлыктарымыздың қасына қоятын картоптарымызды дайындап аламыз. Ол үшін картоптарымызды жуып шайып тазалап, осылай 4 бөлікке бөлетін боламыз. Және де оған тұз бұрышымызды қосып, және паприканы қосып, осылай араластырып аламыз да, оның барлығын табамызға салып, барлығын бірге духовкада пісіретін боламыз. Картоптың тек өзін ғана осылай духовкада пісіріп алсаңыздар да дәмді болып шығады. Өз қалауларыңыз бойынша жасайтын боласыздар. Енді келесі кезекте біз маринады жақсы сіңген етіміз бен құйрық майларымызды осындай арнайы шпажкаларға біртіндеп ет май қылып кіргізіп алатын боламыз. Енді барлығын дайындап алғаннан кейін картоптарымызды алып, осылай духовканың табасына барлығын жақсылап жайып шығатын боламыз. Келесі кезекте картоптарымыздың үстінен дайын болған шашлыктарымызды біртіндеп қойып шығатын боламыз. Міне барлығын табамызға орналастырып алдық. Енді келесі кезекте духовкамызда жақсылап пісіріп алатын боламыз. Ал достар, біздің духовкада пісірілген шашлыктарымыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында оп-оңай тәсілмен осылай жасап шығыңыздар. Және де көп уақыттарыңызды алмайды. Үйіңізде ет және картоп болса болғаны, дәл осындай өте дәмді және тойымды кешкі асты дайындап, отбасыңызды қуантыңыздар. Егер де менің осы видеом сізге ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.